Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді әрі жұмсақ болатын сүттен дайындалатын құймақ жасаймыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Бізге қажетті ингредиенттерді мен атап өтейін. Ол үшін бізге ұн, сүт, қант және тұз, жұмыртқа, сұйық май және сары май керек. Ал енді дәмді құймағымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін алдымен 3 дана жұмыртқаға 2 ас қасық қантымызды қосып, жарты шай қасық толтырмай тұз қосамыз. Миксермен араластырамыз көпіргенше. 250 грамм сүт қосып араластырамыз. Келесі илеуіштен ұнымызды жақсылап өткізіп алып, біртіндеп қосамыз. Ұнымызды біртіндеп қосамыз, достар, себебі арасы іркіліп қалмас үшін. Тағы да кішкене ұн қосып араластырамыз. Осылай біркелкі болғаннан кейін 2 ас қасық май қосып, сұйық май қосып, 10 минутқа қойып қоямыз. Ал енді табамызды дайындауға кірісейік. Табамыз жақсылап қызғаннан кейін сұйық майды біркелкі етіп жағып аламыз табамызға. Сұйық майды, яғни құймағымыз жабыспас үшін ең алғашында құямыз. Құймағымызды құйып пісіруге кірісейік. Осылай біркелкі етіп құймағымызды құйып алғаннан кейін асты қызарып піскеннен кейін лопаткамен осылай аударамыз. Сіздер де осындай лопатка қолдансаңыздар өте ыңғайлы. Піскен құймақты осылай арасына сары майды жағып, арасы жабыспас үшін осылай жағамыз. Мінекей дайын болған құймағымыздың әрқайсына осылай май жағып, піскеннен кейін мінекей бәрі пісті менде. Енді осылай арасына сметана немесе творог қосса да болады. Ас болсын, достар. Мінекей дайын болды құймағымыз. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңдар.